Сәлем достар, бұл сабақта енді біз 2026 жылы Каспий магазин қалай ашамыз, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы егер сіз Каспиймен бизнес бастайын деп жүрсеңіздер, жан-жақты зерттеп қарасаңыздар, даже ютубтың өзінде пайдалы ақпараттар өте көп, я. Енді сіздер уже білесіздер, егер зерттеп қарасаңыздар. Каспий магазин ашу үшін бірінші біз ИП ашамыз, одан кейін Каспий Пэй ашамыз, одан кейін оборот айналдырып, яғни оплата қабылдаймыз, одан кейін магазинге заявка тастап, одобрение алып, уже товарымызды салып бастаймыз. Осы процестің барлығынан сіздер өтулеріңіз қажет. Енді Каспий магазин ашу үшін, яғни ИП-ні қалай ашамыз, Каспий Пэйді қалай ашамыз, менің каналымда видео сабақтар бар. Соған қарап ашсаңыздар болады. Осыдан 3 жыл алдын сіздерге, яғни пайдалы видео түсіріп салып қойған болатынмын. Енді осы жерде именно Каспий Пэй ашқаннан кейін магазин ашуда, яғни біршама өзгерістер бар. Сол өзгерістер туралы 2026 жылға айтып өтсем. Сонымен достар, жалпы егер де сіз уже Каспий Пэйіңіз бар, яғни оборотыңыз айналып тұрған, айналымы бар Каспий Пэй бар болса, онда сізге магазин ашу, яғни ешқандай қиындық тудырмайды. Яғни сіз Каспий Пэй сервисі бөліміне подключиться Каспий магазину деп заявка тастап, уже одобрениеңізді алып, товарыңызды сатып бастай бересіз. Ал егер де сіз с нуля бастасаңыз, яғни сіз ИП-ні енді аштыңыз, Каспий Пэйді енді ашсаңыз, онда Каспий, яғни банк сізге барлық мүмкіндіктерді бірден бере бермейді. Яғни сіз бірінші 20 күн бойы, бұрын 60 күн еді, осыдан 2 жыл алдын шәкірттерімізбен бірге, даже өзім 60 күн бойы оплата қабылдап, одан кейін ғана магазин ашқанбыз. Ал енді қазір тіптен жеңіл 20 күн бойы, яғни сіздерге қысқартып қойды, 20 күн бойы, яғни сіз заң бойынша товар сатып, айналымыңызды көрсетіп, оборот айналдырып, одан кейін ғана магазинге заявка тастап одобрение аласыздар. Яғни банк Пэй ашқаннан кейін, тем более с нуля енді ашып тұрсаңыз, бүгін ашып тұрсаңыз, бүкіл мүмкіндікті енді бірден бермейді. Рассрочка қосу үшін де, Каспий Пэйге магазин одобрение алу үшін, ред қосу үшін де, кредит қосу үшін де, яғни осы сіз оплата қабылдап, оборот айналдыруыңыз керек. Дәл солай магазинде одобрение алсаңыз да сізге барлық мүмкіндікті бірден бермейді новый магазинге. Сізде дәл солай бірінші рейтинг көтересіз, продажа жасайсыз, яғни мысалы 0.24 акциясына бірден қатыспайсыз, бірден категория бренд ашамайсыз деген сияқты өзінің шектеулері болады. Енді магазин ашқаннан кейінгі этапты, бұл жерде мен айтпай қойайын, яғни магазинге дейінгі этап, магазинді қалай ашамыз, сол туралы, яғни сіздерге айтатын боламын. Сонымен көбісінің қателігі осы жерде айтып өтейін, яғни Пэй ашады да, самоучкалар әсіресе бірден магазинге заявка тастай салады. Еще күнде тастайды ғой, жаңағыдай магазинге заявка уже 5-6 рет, 2-3 рет тастап, в общем, отказ. Босқа 20 күн уақытын олар 1 айға, 2 айға созып алады да, сіздер, яғни чисто Каспий Пэйді магазинге бола ашқаныңыз, яғни системада барлығы көрініп тұрады. И сізге уже магазинге одобрение алу қиынырақ болады. Вот осы жерде жаңағыдай с нуля, без нарушения оплата қабылдап, яғни бастасаңыз, сол кезде ғана сіз 20 күнде одобрение алатын боласыздар. Көбісі осы оплата қабылдауда, 20 күн толтыруда қиналып жатады. Осы жерде мен айта кететінім, менде 23 жылдан бері оплата қабылдау чат ашып қойғам. Ол жерге қаншама адам кіріп, қаншама адам одобрение алып шығып жатыр. Яғни, вот сол чатқа қосылсаңыздар болады. Яғни чатқа қосылу бойынша төбенде номер қалдырып кетсем, WhatsApp номер, соған жазсаңыздар болады. Чатқа қосылған барлығына лично өзім консультация беремін, қалай без нарушения оплата қабылдайсыздар. Сол бойынша оплата қабылдайсыздар и одобрение аласыздар. Гарантия. Ондай жағдайда с нуля келулеріңіз керек та, просто ол жерге. Егер де сіз 2-3 айлап, жаңағыдай жылдап, әбден нарушение жасап жүрген адамдар кірсе, мен ол жерде гарантия бере алмаймын. Яғни сіз бастаған кезде любой нәрсені, любой саланы, бизнесті болсын, бірінші білім алып, зерттеп, қалай болады деп жан-жақты, чтобы сіздерге отказ келмейтіндей, вот осы жағдайды ескеріңіздер. С нуля, яғни барлығын дұрыс жасаңыздар. Айтып өткенімдей, көбісі жаңағыдай Пэйден
пейдің өзінен пей ашқаннан кейін магазин ашуда элементарный нарушение жасап, уже система обналичка деп нарушение, вы нарушили правила деп уведомление келеді, болды уже Каспи пейлері банға кетеді. Жарамайды да уже, ол ИПсы да Каспи пей да жарамайды, уже ол адамға, яғни басқа біреудің атынан счет ашып қайтадан с нуля бастау керек та. Вот сол кезде уже нарушение жасап маған жазады. Ондай жағдайда мен де сізге ешкім көмектесе алмайды. Сіз яғни нарушение жасамастан бұрын бірінші барлығын с нуля дұрыс бастағаныңызда сізде бұндай қиындықтар болмас еді. Сол үшін көбісі жеңіл қабылдайды. А на самом деле сіз кімнен оплата қабылдадыңыз, сіз қалай қабылдадыңыз, сіз қанша сумма қабылдадыңыз, оның барлығы системада тұрады. Сізге магазинге заявка тастаған кезде барлығы 20 күннің айналымы өтеді системадан. Одан кейін шешеді, сізге одобрение бере ма, бермей ма. Сол үшін жаңағыдай көбісіңіз осы жерде жеңіл қабылдап, яғни қателесесіздер. Егер де нақты пей ашамын, жұмыс жасаймын, магазин ашу үшін деп яғни ниетте болсаңыздар, онда яғни консультацияға келсеңіздер, чатқа қосылсаңыздар болады. Одан кейін тағы бір айта кететінім, көбісінің маған көп келетін сұрақтардың бірі, жалпы мен өзім черныйдамын, немесе менің атынан ИП ашуға болмайды, басқа біреудің атынан ИП ашып жүргізе алам ба, товар сата алам ба деген сұрақтар да көп келеді. Осы тұста жауап беріп өтейін. Әрине заңды түрде сіз бірінші рұқсатын алып, туысыңыз болсын, басқа біреудің атынан танысыңыз болсын, ИП ашып, Каспи пей ашып, сол кісінің атынан магазин ашып, сіз өзіңіз жүргізе аласыз. Ешқандай бір заңдылық жоқ та. Тек қана сіз жүргізіп жатсыз, сіздің атыңызда болу керек деген. Сондықтан да ол варианттарда, яғни қарастыруға болады. Егер де сіздің яғни атыңыздан ешқандай ИП ашуға мүмкіндік болмаса, олай жасап жатқан менде шәкірттерім өте көп. Одан кейін тағы да айта кететінім, егер де сіз Каспиде бизнес бастаймын, товар сатып онлайн саудан бастаймын десеңіздер, әрине ертерек қимылдаңыздар. Неге? Себебі уже Каспи пейді, яғни Каспи пей счет ашудың өзі скоро уже бесплатный болмайды, платный болады. Яғни дәл қазір біз 3-4 жылдан бері шәкірттердің барлығына мен былайша айтқанда бесплатно счет ашып, пей ашып, регистрация барлығын жасап келе жатырмыз. А вот осы уже платный болады. И сіздер получается, по-любому оны төлейсіздер, қанша сумма қойса да, яғни 20 мың қойса да, 30 мың қойса да, 40 мың қойса да, пейге счет ашу, яғни платный болған жағдайда сіздер ақшасын төлеп, одан кейін Каспи пейге счет ашатын боласыздар. Сол үшін, яғни бесплатный кезінде ертерек қимылдап, счет ашып, магазин ашып, одобрение алып алыңыздар. Себебі ол жылдан жылға жаңағыдай қиындап барады. Каспи пей ашуда, магазин ашуда. Сонымен достар, егер де тағы да айтып өтейін, консультация оплата бойынша керек болса, яғни тағы да осы Каспи магазин бойынша жалпы кез келген сұрақ, яғни сұрақтарыңызбен төмендегі WhatsApp номерге жазсаңыздар болады, сіздерге толық ақпарат берілетін болады.